Кайырлы күн достар, бүгін жемісті шай дайындаймыз. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Жемістің кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Мен шие қолдандым. Егер құлпынай қосатын болсаңыздар, блендерге салып езіп алсаңыздар болады. Жемістің үстіне 1 шай қасық шай саламыз. Оның үстіне жалбыздың жапырағын саламыз осылай. Науат салып, үстіне ыстық су құйып, 5-10 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Егер бұл шайға бал қосатын болсаңыздар, ыстық күйінде балды қоспаңыздар. Мінекей біздің жемісті шайымыз дайын. Барлықтарыңыз демдеп көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видео ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.